аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлау. Президенттік саяси реформалар пакетінің негізгі бастамаларын іске асыру шеңберінде 2021 жылғы 24 мамырда Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңға өзгерістер енгізілді. Енгізілген өзгерістерге сәйкес аудандық маңызы бар қалалардың, ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің әкімдерін сайлау жалпыға бірдей тең, төте сайлау құқығы негізінде жасырын дауыс беру арқылы өткізілетін болады. Әкімдікке кандидаттар ұсынуды белгіленген тәртіппен тіркелген саяси партиялар өз мүшелері арасынан, азаматтар өзін-өзі ұсыну тәртібімен, сондай-ақ егер ұсыну мерзімі аяқталатын күнге 2-ден аз кандидат ұсынылса, аудан облыстық маңызы бар қала әкімі жүргізеді. Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы конституциялық заңның және мемлекеттік қызмет туралы заңнаманың талаптарына сәйкес келетін жасы 25-ке толған Қазақстан Республикасының азаматы әкімдікке кандидат бола алады. Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың, кенттің, ауылдық округтың әкімін тиісті әкімшілік аумақтық бірліктің халқы 4 жыл мерзімге қызметке сайлайды.